Сәлем оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жиындар және оларға амалдар қолдану. Сабағымызды бастамас бұрын осы каналымызға тіркеліп, лайк басып, үліпіл басып, қолдап кетіңіздер. Ал енді бүгін біз сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма бізде есептер шығарғанда таңдаған амалдарыңды түсіндір дейді. Және есептерге өрнектері құра. Енді құрастырып оларды шығар дейді. Екі сандықта 12 білезік теңдей бөлініп алынды, әрбір сандықта неше білезік тең дейді. Ол үшін біз 12-ні 2-ге бөлеміз, сонда әр сандықта 6 білезік тең деген сөз. Келесі. Міне, мына суреттен қарайықшы, балдар. Бұл жерде барлығы 12. Дәл сондай міне бірінші бағанда 2-ден және екінші бағанда да міне бірінші баған және екінші баған. Әр қайсында 1, 2, 3, 4, 5, 6 және екіншісінде де 1, 2, 3, 4, 5, 6 білезіктен екен. Енді келесі тапсырма. 12 білезікті әр сандықшаға 4 білезіктен салу қажет, неше сандықша қажет болады дейді. Ол үшін біз жаңағындай 12-ні бөлеміз 4-ке. Өйткені біз 4 білезіктен салып жатырмыз, сонда бізде жауабы 3 болады екен. Келесі тапсырма. Жиындардың әр қайсысына сандар таңда. Және 3-ке бөлінеді, 5-ке бөлінеді, және тағына да 3-ке бөлінеді, 4-ке бөлінеді деп жазып шығуымыз керек. 27 бізде 3-ке бөлінеді, және 9 да 3-ке бөлінеді. 27-ні 3-ке бөлсек 9 болады, 9-ды 3-ке бөлсек 3 болады. Ал 12-ні 3-ке бөлсек 4 болады. 5-ке бөлсек, 25-ті 5-ке бөлсек 5, 40-ты 5-ке бөлсек 8 болады. Және 30-ымызда 3-ке 5-ке бөлінеді, және 15-імізде 3-ке де 5-ке де бөлінеді екен. Енді біз мына жерде 3-ке бөлінетін сандар. 3-ке бөлінетін сандар бұл бізде, қазір айтайын, 15 болсын. Содан кейін тағындай сандар бар. 18 болсын. Мына жерде жоқ сандарды алайық. Сосын 21 болсын. Тағы мына жерге 4-ке бөлінетін сандар. 20, 8, 16 деп алуға болады. Және 3-ке де, 4-ке де бөлінетін сан бұл бізде 12. Сонымен қатар қандай санды алуға болады? 36-ны алуға болады. Енді келесі. Келесі тапсырма бізде мерекеге 16 түйреуіш сатып алынып, 8 қызға тең бөлініп берілді дейді. 16 түйреуіш сатып алынған және 8 қызға тең бөлініп берілген. Сонда қыздардың әрқайсысы неше түйреуіштен алған? 16-ны 8-ге бөлсек 2 түйреуіштен тиеді. Мерекеге 8 қамзол тігілді, және әр қамзолды сәмдеуге 5 метр тоқымау бау жұмсалды. Көбейтеміз 5-ке. Сонда барлығы қанша тоқымау жұмсалды дейді. 40 тоқымау жұмсалды. Келесі. 5-ке 5-ті көбейтетін болсақ, бұл жерде 25. 30-дан 5 азайтсақ 25. Екеуі тең. 30-ға 5-ті қоссақ 35. 5-ке 4-ті көбейтсек 20. 35 үлкен. Келесі 45-ті 5-ке бөлсек 9. 60-дан 51-ді азайтсақ 9. Екеуі тең. 35-ті 5-ке бөлсек 7. 21-ді 3-ке бөлсек 7. Екеуі тең. 30-ды 5-ке бөлсек 6. 24-ді 4-ке бөлсек 6. Екеуі тең. 57-ден 23-ді азайтсақ 34. 6-ға 5-ті көбейтсек 30. 34 үлкен. Келесі. Бірінші мысалды шығар және бірінші мысалдың жауабын пайдаланып, келесі мысалдың жауабын тап дейді. 75-тен 49 азайтатын болсақ, бізде шығады жауабы 26. Ал 76-тан 49 азайтсақ, бізде шығады 27. Келесі 28.
Дәл солай. 84-тен 26-ны азайтатын болсақ, 58, ал 24-тен 24-ті азайтатын болсақ 60, келесісі 62. 53-ке 9 қосатын болсақ 62, 53-ке 6-ны қосатын болсақ 59. Ал келесісі бізді тағы да 3 азайтатын болсақ 56. Так. Берілген сандардың ішінде бір сан жоқ дейді, соны ата дейді. Так, 1 бар. 1 бар, міне. 2 бар. 3 бар. 4 бар. 5 бар, міне. 6 болу керек. 6 жоқ, е? 6 жоқ. 7 бар ма? 7 бар. 8 бар ма? 8 бар, міне. 9 бар ма? 9 бар. 10 бар ма? Бар. 11 бар. 12 бар. 13 бар. 14 бар. 15 бар. 16 бар. 17 бар, міне. 18 міне. 19 міне. 20 міне. Бізде тек қана 6 жоқ екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Осы сабағымызға тіркеліп, лайк басып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер.